Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі өтетін сабағымыз 5-ші сабақ қазақ тілі. 19-ші жаттығу. Мәтін түрлері туралы біліміңді есіңе түсіріп, сызбаны толықтыр дейді. Мәтін түрлері әңгімелеу, сипаттау, пайымдау болып үшке бөлінеді. Әңгімелеу бір нәрсе жайында хабарлайды, не істейді, қайтеді, қайда болыпты сұрақтарына жауап береді. Ал сипаттау адам, табиғат, жануарлар сипатталады, қандай, қай сұрақтарына жауап береді. Пайымдау оқиға, құбылыстың себептері түсіндіріледі. Дәлелденеді, неліктен, неге сұрақтарына жауап береді. Мәтін түрлері түсінікті ғой, балалар? Әңгімелеу дегеніміз бір нәрсені әңгімелеуді айтады. Яғни не істеді, не қойды, қайда барды деген сияқты. Ал сипаттау деген ол қандай, қай деген сұраққа жауап беретін заттарды айтамыз. Ал пайымдау дегеніміз ол белгілі бір затты пайымдау. Неге, неліктен, құбылыстың себептерін айтады. 20-ші жаттығу. Мәтіндерді оқып, өзара салыстыр дейді. Ақбөкендер ен даланы мекендейді. Олар топ-тобымен жайылады. Кәрі ақбөкендер қарауылда тұрады. Қауіп төнгенде пысқырып дыбыс шығарады. Ақбөкен қойға ұқсайды, бірақ оның басы үлкен, тұмсығы жалпақтау, артқы аяқтары қысқалау, көздері мөп-мөлдір. Мәтін түрін анықта дейді. Қайсысы әңгімелеу мәтіні, қайсысы сипаттау мәтіні екенін дәлелде дейді. Енді балалар, бірінші мәтінде әңгімелеу мәтіні. Себебі мәтінде ақбөкен жайлы айтып тұр. Екінші мәтінде сипаттау мәтіні. Себебі ақбөкеннің түрін, аяқтарын, көздерін сипаттаған. Енді есімізге түсіріп кетейік, әңгімелеуде не істейді деген сұрақтарға жауап береді. Ақбөкендер ен даланы мекендейді. Олар не істейді? Ен даланы мекендейді. Олар топ-тобымен жайылады. Кәрі ақбөкендер қарауылда тұрады. Екіншіде сипаттап тұр. Ақбөкен қойға ұқсайды дейді. Бірақ оның басы үлкен, тұмсығы жалпақ, барлығын сипаттап тұр. Аяқтары қысқа дейді. Көздері мөп-мөлдір дейді. Бұны сипаттау дейміз. 21-ші жаттығу. Мәтін тақырыбына сай келмейтін бөлікті алып тастап, оны қайта құрастырып жаз дейді. Көптен бері қора сыртында екі таяқ жататын. Екеуі дос еді. Морыш сойдақ тісті полярлық мақұлық. Ол шаян бақылшақтарын қазып жеп қоректенеді. Бір күні қалтай біреуін қазық қып қағып бұзауын арқандады. Сол-ақ екен әлгі таяқтың көкірегіне нан пісіп шыға келді. Өйтпегенде ше, қазық болып пайдаға жарады ғой, дейді. Құрастырған мәтініңе ат қой дейді. Ал енді балалар, бұл жерде бізге тақырыпқа сай келмейтін морж. Осы тақырыпта біз тақырыпқа сай келмейтін бөлікті алып тастаймыз. Енді мәтінге екі дос деп ат қоюға болады. Екі дос деп ат қояйық. Немесе мақтаншақ таяқ деп қоюға болады. Келесі 22-ші жаттығу. Мына сөздердің тестісін қойып өлең құра дейді. Тоны қандай жылы еді, маған қатты ұнады. Мұз үстінде жүреді, суға сүңгіп шығады. Көмек Ыбыраев дейді. Осылай құрастырып жазамыз балалар. Келесі 23-ші жаттығу. Сипаттау. Мәтіннің сызбасына қара дейді. Сипаттау мәтіні заттың белгісі, түрі, түсі, ерекшелігі. Сызбаның көмегімен қойды сипаттап жаз дейді. Ол үшін оның ерекше белгілерін санамалап көрсет. Мінез қасиеті, жуас, бойы аласа, ерекше белгісі, жүні қалың дейді. Қой мінезі жуас, үй жануары. Олардың бойы аласа, жүні қалың, бұйра болып келеді. Сабақ түсінікті ғой, балалар? Қойдың ерекше мінезі, оның мінезі жуас, бойы аласа, ерекше белгісі, жүні қалың болады балалар. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды балалар. Сабағым түсінікті болды деген ойдамын. Достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпа. Және каналға тіркелмеген болсаң, подписация кнопкасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпа.
сау болыңыздар балалар.